эпизод Джейджидің сыныпта отырып, терең ойға шомуынан басталады. Уақыт өте келе оның санасын сансыз ойлар толтыра береді. Оның көзқарасы Юри мен Киферге қарай сырғып, ол өзінің сезімін анықтай алмайтынын біледі. Ол кімді қалайтынын және жүрегінің шын мәнінде неге сүйенетінін нақты білмейді. Мұғалім кенеттен оның қасына келіп, ол түсіндіріп жатқан сабақ туралы сұрағанша, ол мүлдем бей-жай қалады. Ол мүлдем жауап бере алмайды. Ол әлі де мүлде жауап бере алмайтын көптеген сұрақтары бар екенін мойындайды. Осы кезде бірден үзіліс болады. Кифер оның қасына келіп, кездесуге бірге бару керектігін айтады, бірақ ол бірден кетіп қалады. Содан кейін Юри оны үйіне дейін шығарып салуды ұсынады, бірақ ол жауап бермей жүре береді. Ол қазір екеуінен де аулақ боламын деп шешті, ал қазір олар бір-біріне әрең шыдайды. Содан кейін біз Джейдің бөлмесінде ойыншықтарын жайып жатқан Энге көшеміз. Ол келгенде, ол барып, жаңа ойыншық сатып алуды талап етіп, оны қорлай бастайды. Ол үзілді-кесілді бас тартады, бірақ ол оған тоқтаусыз жалбарынуды жалғастырады. Ол оның қаншалықты табанды бола алатынын жақсы біледі, және ол оны шынымен қалағандықтан ғана оған сатып алғанын қалайтынын түсінеді. Ол қатты қайғырып, заттарын жинап, онымен сөйлесуді тоқтатамын деп шешіп, бөлмесінен шығуға дайындалып жатыр. Ақырында, ол оны мазаламауын тоқтату үшін оны сатып алуға келіседі. Ол жалғыз барудың орнына оны өзімен бірге алып кетуді шешеді, бірақ ол бас тартады және оны өзі барып сатып алуын талап етеді. Ол оның кесірінен банкротқа ұшырайтынын сезеді. Сондықтан оны сатып алу үшін өзімен бірге біраз ақша алып кетеді. Кетейін деп жатқанда, ол Кифердің ертең қайда баратынын сұрайтын хабарламаларын байқайды. Ал Юри сол сұрақты қояды. Ол екеуі де оны қатты ренжіткендей сезінеді. Сондықтан ол өзіне қажет дискіні сатып алу үшін кетіп қалады. Ол өзіне қажет нәрсені таңдау үшін тоқтайды, бірақ кенеттен Дэвид пайда болып, оны қатты қорқытады. Өйткені ол одан қорқып кетті. Ол оған бұл үшін өзі төлейтінін айтты, шот, және ол оны бірден таңдауға барады. Өйткені ол оны өзіне сатып алатын адам. Кенеттен оған сенен Эннен хабарлама келіп түседі. Онда ол әдетте оған сатып алатын сусында келуін сұрайды. Дэвид оны өзіне сатып алады, және ол дискіні сатып алуға жалғыз келгенін айтады. Өйткені соңғы кездері оның ойы бос емес. Ол оған бұл жай ғана кездейсоқ ойлар екенін айтады. Кенет Кифер оның қайда екенін сұрап, хабарлама жібереді, бірақ оған бәрібір. Өйткені олар жай ғана дос, басқа ештеңе жоқ. Дэвид мұны байқап, олардың арасында бірдеңе бар деп ойлай бастайды. Ол оны өз болжамымен таң қалдырады, ал ол оған қатты ашуланады. Соған қарамастан, ол оған қамқорлық жасайды, және ол не істеп жатқанына байланысты оны мұқият қадағалап отырады. Содан кейін оның көзі алқаға қарап, оның үстінде сақина бар екенін байқайды. Ол оның сыйға тартылғанын, бірақ оны әлі де дұрыс кие алмайтынын түсіндіреді. Ол бұл алқаны бір күні үйіне қайтуға көмектескен біреу сыйлағанын есіне алады, және ол адамның кім екенін білгісі келеді. Ол бұл туралы ойлана береді, бірақ Дэвид оған бұл кез келген адам, тіпті ойдан шығарылған кейіпкер де болуы мүмкін екенін, және оны оған беріп жіберген Пирс екенін айтады. Ол оның онымен кез келген жолмен байланысуға тырысқанын қалайды. Ол оны сендіруді жалғастыруда, өйткені ол онымен шынымен байланысқысы келеді. Ол тез жауап беру үшін суретке түсіп, оны оған жібереді. Шынында да жауап келеді. Ол оған алқасынан сақинаны алу керектігін айтады. Әйтпесе ол Юриді қайтып келгенде өлтіреді. Ол қатты таң қалды. Уақыт өтіп жатыр. Көп уақыт өтті. CNN оның қорқынышты түрінен шошып кетті. Ол Пирстің оған неге бұлай айтқаны туралы ойлана бастайды. Ал CNN оның келбетін тоқтаусыз мазақтай береді. Ол оған лақтырып жіберген телефонын әкелуге барды. Ол қазір шырылдап жатыр, бірақ ол одан құтылды. Өйткені ол жауап таба алмады. Оны шақырып жатқан Кифер екені белгілі болды. Ол үрейленіп, жауап беруден бас тартады. Бұл оны қорқытады. Ол одан аман есен дүкенге баруын өтінеді. Ол мұны растайды. Ол керемет бақытты болып, әңгімені бірден аяқтайды. Аман олармен бірге бармайды, өйткені ол Рокки мен оның әпкесіне қонаққа барады. Сондықтан ол жалғыз өзі барады. Ол әдеттегідей жуынатын бөлмеге оны ренжіту үшін кіреді. Содан кейін Роккиге бару үшін кетеді. Ол Иманның келуін күтіп отыр, бірақ оны қазірдің өзінде күтіп тұрған бір топ бала бар екенін біледі. Ол олармен қайтадан төбелесуі мүмкін деп ойлайды. Бірақ сол кезде Иман келіп, оны өзімен бірге алып кетуге бел буады. Олар ұрысып қалуы мүмкін деп ойлап, бірден кетіп қалады. Олар дүкенге бірге барады. Сондықтан ол сыныпқа азық-түлік таңдай алады. Ол барған сайын қасындағы адамға кедергі жасай бастайды, және осылайша бәрі жақсы болатынын және енді айранды көрмейтінін анық көріп, көбірек заттарды таңдай береді. Ол серуендеп жүргенде оның қиялы жабайы болды. Оның кеудесіне қорқыныш ұялайды. Бірақ бірнеше минуттан кейін ол мұның шындық емес, жай ғана ой екенін түсінгенде босаңсыды. Соған қарамастан, ол жүріп бара жатқанда, Юри мен Кифер оны барлық жерде елестетеді. Ол қайда қараса да, олар бір-біріне жақын жерде тұрғандай сезінеді. Осыған байланысты ол бұл жерден мүлдем кетіп, жай ғана кетуді шешеді. Кенет оның алдынан күтпеген жерден Кифер шығады. Ол оны байқамай соқтығысып қалады.
ал ол оған қатты жақсы көретін кәмпиттерін әкеледі. Ол тәттілерді жақсы көретінін әзілдейді, бірақ оның дәмі мүлдем басқа, әсіресе ерні. Оның мұқият қарауы оған ұзақ қарайды және бұл оны өте ұялшақ етеді. Ол ұялғанын сезеді, бірақ ол оны мүлдем елемейді және оған жауап беруден бас тартады. Әсіресе соңғы бірнеше күнде оған жауап бермегенін ескерсек, ол дұрыс емес нәрсе жасаған болуы керек деп ойлай бастайды. Ақырында олар сауда арбасын кім итеріп жіберетіні туралы дауласа бастайды. Ақырында екеуі де оны бірге шешеді. Ол оған қалаған азық-түліктерін таңдауға мүмкіндік береді және тез бітіруді талап етеді. Осылайша ол барып төлей алады. Сол кезде ол оған әкесі туралы бірдеңе білгенін айтады. Содан кейін кенеттен кетіп қалады. Ол Имонмен бірге дүкен аралауды жалғастырады, күледі. Өйткені CNN қазір Роккимен бірге және олар бірге уақыт өткізгенді ұнатады. Барлығы бақытты. Олар суретке түсуді ұйғарды және олардың барлығы CNN-нің олармен салыстырғанда ләззат алғанын көргенде қуанышты сезінеді. Олар бірге әзілдесіп, бірге күледі. Ол оларға алдымен алға ұмтылуды және кейінірек оларды қуып жететінін айтады. Кенет оған Кифер телефон соқты. Ол олардың бірге барғанын қалайды, өйткені ол оған әкесі туралы білгендерін айтқысы келеді және ол онымен бірге үйге барады. Осылай ол оның күнде басқа көлік жүргізетінін байқап, оның көп көлігі бар екенін түсінеді. Ол тіпті егер ол Юриден алыстап кетсе, оған бүкіл үйін беруге дайын екенін көрсетеді. Ол оған тек өзіне ғана тиесілі екенін еске салады. Оның сөздері оған қатты әсер етеді, бірақ ол қазір мұның бәрі шындыққа жанаспайтынын айтады. Осыған байланысты ол оны мәңгілікке өзіне тиесілі ету үшін оны шындыққа айналдырамын деп шешеді. Оның сөздері оны қатты сілкіндірді. Ол бірден кетіп қалды. Ол достарының үйіне қонаққа барды. Онда олар көңілді уақыт өткізеді. Олар оны Кифер екеуінің арасында болған сүйісу үшін мазақ етеді. Бұл оның өзін жайсыз сезінуіне әкеледі. Сондықтан ол тыныш отырған Феликске жақындайды. Осыған байланысты Феликс мекен жайдан Америкада тұратын және сол жерде маңызды кәсіпкер болып табылатын әкесінің суреттерін әкелуін сұрайды. Көптеген фотосуреттер келеді. Ол Персидің қатысы болуы мүмкін және олар бірге болуы мүмкін деп ойлай бастайды. Феликс олардың шынымен бірге болуы мүмкін деген ойға таңғалды. Бірақ бұл олардың қолындағы ақпаратпен қол жеткізе алатын ең үлкен нәрсе. Ол олардың шынымен бірге екенін немесе бірге емес екенін білмейтінін және шындықты мүлде білмейтінін түсінеді. Ол қатты таңғалды. Бәрі ренжіді. Ол қазір оның жүрегін қаншама сұрақтар басып жатқанын және оған қаншалықты жауап қажет екенін ойлайды. Кифер оған қанша сұрақ қойса да, ол оның жанында болып, оған жауап беретініне уәде беріп, оны тыныштандырады. Ол оған әкесін табуға көмектескені үшін алғыс айтады. Ол болған оқиғаның барлығын қайта-қайта ойлап, кетіп қалады және қайғыдан жүрегі ауырады. Элла оның жылап тұрғанын байқап, не болғанын түсінбейді. Ол оған әкесі туралы бірдеңе білгенін және қуанудың орнына мұңайғанын айтады. Өйткені олардың жағдайы өте қиын. Ол оны жұбатуға тырысады және оны қайғыдан шығару үшін әзілдей бастайды. Ол оған анасының оған жеке пәтер сатып алғысы келетінін және оның тәуелсіз болғанын қалайтынын айтқанын айтады. Ол мұны ең жақсы шешім деп санайды. Өйткені ол әрқашан жалғыз болды. Ол оған көмектескісі келеді және оның жанында болғысы келеді. Бірақ ол үшін алаңдайды. Өйткені ол немқұрайлы, ол қайда барса да бәрін құртып жібереді. Олар төбелесіп жатыр. Ол бірден кетіп қалады. Содан кейін ол Дэвидке Персиге хабарлама жіберіп, оның өмірінен жоғалып кетуін және енді оның алдына ешқашан шықпауын және оған мүлдем қарамайтынын сұрайды. Дэвид абдырап қалды. Сондықтан ол Пирске дәл осындай хабарлама жібереді. Ол досы туралы ойлана береді және оған қоңырау шалады. Пирс оған келеді. Дәл осы сәтте Дэвид оны кінәлай алмайтынын сезеді. Бірақ ол Кифердің не болғанын білгенін қаламайды. Өйткені Кифер білсе, Пирстің оған жақындауына ешқашан жол бермейді. Дэвид оған Дж.ға қамқорлық көрсеткені үшін алғыс айтып, Америкадағы сүйіктісіне алаңдайтынын және оның сол жерде қалай екенін тексеріп жатқанын түсіндірді. Ол оған Дж.ға ешқашан ғашық болмауды және оның тезірек оралуын ескертеді. Пирс қайғылы. Анасы оған тамаға келуге келеді және оның денсаулығына көңіл бөліп, барлық жаман нәрселерден аулақ болу керектігін айтып, еліне қайта оралуына рұқсат бермейді. Ол жерде оған не болды? Кенеттен оның әкесі пайда болады. Ол Дж.ның әкесі болып шығады. Бұл таң қалдыратын тосын сый. Осыған байланысты Пирс Дж.ның ағасы болып саналады. Сим кетуге дайындала бастайды. Осы кезде Юри оған қоңырау шалып, онымен бірге шіркеуге баруын өтінеді. Ол қазірдің өзінде оған қарай бет алып, оның келуін талап етіп жатыр. Содан кейін Кифер оған Юримен кездесуге баратынын айтады. Ол оған рұқсат береді, бірақ ол кешікпесе ғана. Ол бірден кетіп қалады. Өйткені ол оған жақындау дұрыс нәрсе екенін сезеді. Ол онымен бірге шіркеуге барады, бірақ ол әлі күнге дейін үйленетінін елестете алмайды. Бірақ басқа амал жоқ. Өйткені оның отбасына бұл қажет. Ол оның орнына оны ғибадатханаға апарамын деп ойлағанын мойындағанда, ол оған күледі. Ол жапондық болғандықтан оны мазақ етіп, жылы күледі. Кенеттен оған қатты таңданатын көптеген қыздар пайда болады. Ол оны өзінен кем нәрсе ретінде көретінін сезеді және неге олармен осылай дауласып жатқанын түсінбейді. Бірақ ол оның өзіне деген сенімділігін арттырып, оның өзі қалағанның бәрі екенін, оның бәрінен де жақсы екенін сезінеді. Олар әрі қарай не істейтіндерін келісті. Олар оның үйіне барады. Ол суреттерді қарай бастайды. Ол оған өзінің сүйікті тағамын әкеледі.
ол әлі күнге дейін есінде. Ол оның ескі суреттерін көргенде өзін бақытты сезінеді және оған ойнақы күледі. Ол өткен күндердің естеліктерін, олардың баяғыда басынан өткерген сәттерін айтып береді. Содан кейін Пирс олармен бірге болды. Ол эмоционалды болды, бірақ бұл олардың осылай бірге түскен соңғы суреті екенін түсіндіреді. Әңгіме тынышталып, бірге тамақ әзірлеу үшін оны өзімен бірге алып кетеді. Ол кенет оны ұрып жіберді, өйткені ол оны сиыр дейтін сөзді айтып жатыр. Бұл оған бұрынғы бірдеңені еске түсіреді, бірақ ол әзілдегені анық. Ол онымен жай ғана дос болуды сағынатынын мойындайды, өйткені дәл қазір бәрі күрделі болып көрінеді. Ол оған сүйкімді нәрселерді, қарапайым жапон сөздерін үйрете бастайды, және ол оларды жақсы айтқаны үшін өзін бақытты сезінеді. Ол кенеттен оны жақсы көретінін айтқанша, оған көбірек үйрете береді. Жапон тілінде айтқанда, ол қатты таңғалды. Ол оны тез сүйеді, ал ол сүйіспеншілікке жауап береді. Бірақ кенеттен ол ауырып қалады. Қанды көрген сәтте оның ішіндегі барлық нәрсе төңкеріліп кетеді. Оның басынан көптеген естеліктер өтіп, фобиясы қайта оралды. Ол не болып жатқанын түсінбейді. Ол оның Киферге қоңырау шалғанын қатты қалайды, және ол еріксіз жылайды. Ол оған қатты өкінеді. Уақыт өтіп жатыр. Ол оны жұбатып, жігерлендіріп, қасында қалады. Ол болған жағдайды айтпау керектігін айтып, одан кешірім сұрайды, бірақ ол оны әлі де оның досы болғандықтан қабылдайды. Ол оған айтқанын түсіндіреді, өйткені ол бұрын оған не болғанын білетіндіктен. Ол мұны істеген сайын оның басынан қорқынышты оқиғалар болғанын, қанды көретінін айтады. Ол бір кездері бұл жай ғана фобия деп ойлаған, бірақ кейін ол нашарлап, айналасындағы адамдарды ренжіте бастады. Қанша есіне түсіруге тырысса да, оның қалай басталғанын есіне түсіре алмайды. Мұндай жағдай оған көп жағдайда болды, және ол өзін ұстай алмады. Кифер бұл туралы бұрыннан білетін, сондықтан ол одан қоңырау шалуын өтінді. Ол келісімді бұзудан бас тартады. Ол оны жақсы көретінін және әрқашан жақсы көретінін айтады. Ол оған шектен шықпауын, уақыт өте келе бәрін түсінетінін айтады. Ол оның демалып, өзін қауіпсіз сезінгенін қалайды. Ол оны ақырын сүйіп, оған шын көңіл бөлетін шынымен жақсы адам екенін көрсетеді. Ол іштей болып жатқан хаосты ауыздықтауға тырысып, өзін біріктіреді. Ол оны үйіне ертіп барады және бірге өткізген тамаша күні үшін алғыс айтады. Ол ертең тағы келетінін айтқанда, ол оған сенен мен кездесуге баратынын айтады. Ол қоштасып, кетіп қалады. Ол ақыры жеңілдеп қалды, бірақ кенеттен Кифер пайда болады. Ол оны күшпен ұстап алады. Олар бірге жүреді. Ол оған ренжігені анық және оның Юриге не істегенін білгісі келеді. Ол оған шіркеуге барып, бірге тамақ әзірлегендерін айтады. Ол оған бәрін айтады. Содан кейін не болғанын білгісі келеді. Мұның бәрі оған қатты әсер етті. Ол оған өтірік айтқысы келмейді, бірақ ол оған шындықтың бір бөлігін ғана айтады. Ол оған неге бұлай істейтінін, бір-біріне жаратылған кезде неге бір-біріне осылай жасайтынын түсінбейді. Ол оның жағдайын білетінін және оған қысым жасамау керектігін айтады. Ол оған Юриді шынымен жақсы көреді ме, жоқ па деген тікелей сұрақ қояды. Ол мұны растайды және оны аз да болса жақсы көретінін айтады. Сондықтан ол үйленуге келіскен. Сол сәтте ол олардың жаңа жыл қарсаңындағы сүйісулерін, оларды осында әкелген сәтін есіне алып, одан қазір ол үшін нені білдіретінін сұрайды. Ол жауап беруді талап етуді жалғастыруда. Ақыры оған айқайлағанша, ол оған болып жатқанның бәріне сенімді емес екенін айтты, бірақ оның үйленуіне байланысты Юримен бірге болғаны дұрыс болар еді. Егер оның кесірінен басқа біреу жарақат алса, ол шыдай алмайды. Ол үнемі Кифер туралы ойласа да, ол әлі де жылай бастайды. Ол оған әрқашан ол үшін қорқатын және кез келген жағдайда оны қорғайтын жалғыз адам болғанын айтады. Юриден айырмашылығы, ол не болып жатқанын және оны қалай әлсіз деп санайтынын түсінбейді. Ол анасыз өскенде, әкесі оны тастап кетті, ал ол бауырларын жалғыз өсірді. Ол оған оны тастап кетпеуін айтады, өйткені ол оны шынымен жақсы көреді. Ол оны қатты құшақтайды, екеуі бірге жылайды. Ол оған қандай жағдай болмасын, тіпті Юриді таңдаса да, оған одан басқа ешкім керек емес екенін айтады. Ол оған деген сүйіспеншілігін дәл осы жерде және қазір мойындайды. Ол оған Кифердің айтқандары сұрақ емес екенін айтты, бірақ ол оның жауабын бұрыннан білетін. Ол оған да оны жақсы көретінін айтты. Ол оны бірден құшақтап алды. Олар бірге жылай бастады, бір-бірін жұбатып, тек бір-біріне назар аударды. Ол ақыры Киферді таңдады. Енді сұрақ қалады. Юриге не болады? Мұны келесі бөлімде білетін боламыз. Әрі қарай не болатынын және Кифер мен Юридің не болатынын білу үшін бізге жазылыңыз.